Қалдарыңыз қалай достар, өздеріңіз білесіздер, тендерді қазір телефон арқылы жасауға болады. Давайте бірден кірісіп кетейік. Мен сіздерге қалай елімізде осы Каспий арқылы табысқа шығуға болатынын көрсетемін. Мысалы, міне SK Store порталы ведро из эмалированной стали, объем 7-15 литр деген. Материал барлығы бізге белгілі, міне материал железо, покрытый эмалью, ручка металлическая, объем 12 литр, без бренда Россия деп жазған. Міне фотосы. Енді Каспиймен жұмыс жасау үшін бізге мынаны суретке түсіріп алу керек, скриншоттап. Болды, мен фотоға түсіп алдым. Міне, пожалуйста, SK Store барлығын телефонмен қарауға болады. Қазір уже ноутбук прям қатты обязательно деп айта алмадым. Ары қарай Каспий магазинге кіреміз. Каспий магазинге кірген бойда, міне оң жақ жоғарғы бұрышта фотоаппарат бар. Соның суретін басамын да, мына жерде камераны таңдаймын и өзімнің шелегімді қараймын. Использовать фото дегенді таңдаймын да, пожалуйста, найти товар. Енді Каспий маған өзі шығарып береді. Мысалы, бұл тендерде заказчиктің беріп тұрған бағасы 10.803 теңге. Дәл осы шелек қанша теңге? 8.900-ге бар екен. 9.000-ға бар екен, яғни 10.000-нан төмен 8.400-ге бар екен. Мында үстіне шамалы ғана ақша қосып табысқа шыға беруге болады. 7.800-ге бар екен. Мен осылай жасаймын ба? Жоқ, мен бұлай жасамаймын. Мен чисто Қытаймен жұмыс жасаймын. Бірақ опять же, не жалко. Лучше сіздер біліңіздер, осылай табысқа шығуға болатын. Бұл барлық порталы госзакупта да осылай жасауға болады. Эмалированный шелек керемет емес пе? Каспийде өзінің доставкасы бар. Сәл үлкенірек сумма болғанда объеммен жеңіп кетуге болатын еді. Мысалы, неше шелек керек? Мына жерде 277 шелек. Біз мынадан хотя бы 1000 теңге таза пайда көрсек, 277 000 теңге шығады уже. Мүмкін ба бұлай табысқа шығу? Мүмкін. Мен осылай жасайын ба? Жоқ, мен олай жасамаймын. Мен лучше Қытайдан қарап бұл шелекті 2000 теңгеге аламын, доставкасынан 500 теңге құртам и нормальный таза пайда көрем. Бірақ менің мақсатым осылайда телефонмен барлығын жасауға болатын сіздерге көрсету. Күндеріңіз жарық, көздеріңіз ашық болсын.